Адамдардың басым көпшілігі, яғни мен осыншама жылдары университеттерде араласқан және пікірталасқан адамдар. Олардың мәсіхшілік сенімді қабылдамауы тарихи деректерді тексеріп зерттегендіктен емес, қайта өз пәлсапалық нанымын ұстанғандықтан деген қорытындыға келдім. Доктор Эрнест Ренан былай деген: керемет деген нәрсе жоқ. Ол тарихты зерттеп, деректерді тексергендіктен сондай ұйғарымға келіп отыр ма? Жоқ, оның не дейтініне қараңыздаршы. Сондықтан да қайта тірілу болған емес. Ол осындай қорытындыны тарихи зерттеулер жүргізгендіктен емес, қайта өзінің пәлсапалық нанымына не табиғаттан тыс нәрселерге деген ағат пікірлілігіне бола жасап отыр. Тарихшы доктор Рон Сайдер меніңше тарихқа жақындаудың ең үздік көзқарастарына, ойларына ие деп ойлаймын. Оның не дейтініне қараңыз. Сыни көзқараспен қарайтын тарихшы өзі зерттеп жатқан оқиға бойынша қол жеткізген деректердің оқиғаның шындық екеніне сілтеп, үміттене күткеніне қайшы келгенде және табиғат шынайылығы туралы көзқарасына қарсы келгенде не істейді? Ол сыни талдауға негізделген дереккөздерге сенуі тиіс деп ойлаймын. Кереметтердің болуы мүмкін емес деген пәлсапалық ұстанымның бастауы ғылымға қарсы боп табылады. Егер біз осындай бір жақты болжамдардан аулақ болсақ, енді оның қорытындысының шын екеніне назар аударыңыздар. Тарихи талдаулар жай насихаттау боп қалады. Біз өзіміз басымыздан өткермеген оқиғаға негізді дәлелдемелерді талап етуге құқылымыз. Бірақ біз шектеулі тәжірибеміз арқылы шынайылық жайында пікір түймеуіміз керек. Меніңше, мәсіхшілікті тексеріп зерттегеннен кейін сізге айтарым: бізде қайта тірілуге деген жақсы дәлелдеме бар деп қорытындыладым. Менде тарихты зерттегенде және шындықты ашқанда үнемі жауапты талап ететін екі сұрағым бар. Біреуі, сол оқиға, сол ақиқат шынайылыққа сәйкес келеді ме? Ол шын мәнінде болды ма? Екіншіден, оны қолдайтын жеткілікті дәлел бар ма? Мен мәсіхшілік жайында мынадай қорытынды түйдім. Ол шынайылыққа сәйкес, басқаша айтқанда шын мәнінде орын алған оқиға, әрі оны қолдайтын жеткілікті дәлелдеме бар. Және мен бұл шындық деген қорытындыны толықтай құжаттайтын 100-ден астам кітап жаздым.